Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін бір жасағаннан осындай биік, өте жұп-жұмсақ болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды салып, толықтай миксерлеп шығамыз. Барлығын осылай миксерлеп алған соң, қантымыз еріген соң, жұмыртқамызды біртіндеп қана қосатын боламыз. Барлығын толықтай қосып жібермейміз. Осылайша бір-бір жұмыртқадан қосып миксерлеп отырамыз. Осылайша барлығын миксерлеп алдық. Енді осының үстінен жылы сүтімізді құятын боламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Енді алдын ала електен ұнымызды өткізіп, оны мөлшерін өлшеп алатын боламыз және бір шай қасық қопсытқышымызды қосып толықтай араластырамыз. Барлық ұнды бірден салып жібермейміз, бөлу арқылы миксерлеп отыратын боламыз. Сол кезде біздің осылай кексіміз өте биік, өте жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Осылайша біздің массамыз осылай болып шығуы қажет. Осы бойынша пісіріп алсаңыздар да болады. Болмаса осылай екіге бөліп, бір бөлігіне 2 ас қасық какаомызды қосып араластырамыз. Осылайша 2 ас қасық какаоны салдым. Оның үстінен сүтімізді құятын боламыз. Толықтай араластырамыз. Осылайша біздің массамыз дайын болды. Алдын ала печкамызды қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Осындай форманы мен майлап үстінен кішкене ғана ұн сепкен болатынмын. Болмаса, сіздер пергаментный бумаганы төсеп, осылай орналастырып шықсаңыздар да болады. Мен екі жағын осылай екі бөліп салған болатын. Бір жағына қара түсінен, екінші жағынан ақ түсінен салып, осылай дайындап алған болатынмын. Кекстарыңызды осылай денен өчетіп қалдырсаңыздар да болады. Осылай кішкене барлығын орналастырған соң, кішкене формамызды ұрғылау арқылы бір тегіс етіп, бірдей орналасып, бірдей көтерілу үшін осылай кішкене ұрып алатын боламыз столға. Жаңағы айтқандай осылай қалдырсаңыз болады, немесе осылай спашканың көмегімен араластырсаңыздар да болады. Сол кезде өте әдемі болып шығатын болады. Енді печкамызды қыздырып қоямыз. Печкамызды 170 градусқа 40-45 минутқа қоямыз және асты үстінен қосатын боламын. Осылайша кексімізді бисмиллах деп печкамызға жібереміз. Достар, мен бұл пирогты бірінші рет дайындап көрдім. Осындай өте биік, өте дәмді болып шығады екен. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Басқа пирогты жасамасаңыздар, дәл осы пирогты осы рецепт бойынша жасап көріңіздерші. Осылайша біздің пирогымыз 40-45 минутта пісіп шықты. Кішкене суға қалдырамыз. Суғаннан соң формадан ажыратып, осылай қалдырсаңыздар да болады.
немесе мен сияқты шоколадты ертіп үстінен жаңғақты өте ұсақтап турап осылай үстінен құйып шыққан болатынмын. Осылайша барлығын құйып бір жарты сағатқа қалтырамыз. Сол кезде шоколадымыз қатып осылай дайын болады. Енді ауызда еритін пирог міндетті түрде дәл осылай дайындап көріңіздер. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсететін боламын. Кескеннің өзінде осылай бөлініп, жұмсақ еткен көрініп тұр, ауызда ериді енді. Осылайша бір кесіп алдым. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сізде міндетті түрде дәл осылай дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.